Осы 5-ші сыныпта сендерде қандай қиындықтар бар? Не қиналдықтар? Айта бер, аяқ. Қолдан көтермей, айта бер. Мұғалімдерге үйренбейміз. Мұғалімдерге үйренбейміз. Так, айта бер, айта бер. Есепті үйреткенде қиналдық. Есептен қиналасың, я математикадан жарайды. Жаңа тақырыпта өткенде қиналасың. Жаңа тақырыпта өткенде неден қиналасың? Соларды түсініп түсінбейсің бе? Ал бер. Математикадан қиналасың. Сонда несі білесің математикадан? Есеп жағынан есептер. Ал үй тапсырмасын математикадан қазақ тілінде қиналасың. үй тапсырмасын орындауда қиналасың, иә? Сонда жарайды. Ал Ербол айта бер. Жазылған жаңа тақырып түсіндіріп қойып. Сен сонда кешігіп қаласың, иә, жазып жатқан кезде жаңа. Сосын мен түсіндіріп барған кезде сен уже оны оғалмай қаласың, иә? Үлгермейсің ғой. Ал шығарып айта бер. Мен үйге берген тапсырманы қиын болады ма? Үйге берген тапсырманы орындауға. Саған үйде кім көмектеседі сонда? Тапсырманы орындауға. Көмектеседі. Қара тартып көмектеседі, иә? Ал енді сендерде жаңа тақырыптарда үйге бергенде. Ал енді былтырғы жылмен салыстырғанда биыл қандай сендерде? Былтыр 4-ші сыныпта қалай болды, 5-ші сыныпта қандайсыңдар? Канала айтып. Айта бер, қол көтермей айым айта бер. Қазір. 4-ші сыныпта біз 5 алдық, а қазір 3 аламыз. 3 аламыз, ал бер. 4-ші сыныпта біз бір мұғаліммен ғана оқыдық қой. Ал 5-ші сыныпта көп мұғалімдермен оқимыз. Неге сендерде орыс тілі мұғалімі, ағылшын мұғалімдері болды емес пе? Ол жерде аз мұғалімдер мұғалім берді, көп сабақтарға. Ал қазір бүкіл сабақтарға Ал біз 4-ші сыныпта орыс тілінен жатталғаннан кейін сонда 5 алып жүріп енді ал енді кім? Құнанбай, саған қай кездегі өзіңе ұнайтын еді, өзіңді қалай жақсы сезінетінсің? 4-ші сыныпта ма, 5-ші сыныпта ма? 4-ші сыныпта. 5-ші сыныпта не кедергі болып жүрсің? Оқуға қатты қиналасың, иә? Тағы кімдер? Назира, сен не айта аласың өзі осы 5-ші сыныпта? Қазір сендер 1 жарым ай оқып жатсыңдар, иә? Сонда сендерде қандай қиындықтар кездеседі өзіңе? бақылау жұмыс. Яғни сумматикаларың, иә? Бақылау жұмыстарын қиын. Ал Назира сен кіші. Не қиын сен? Орыс тілде мазмұндау қиын, иә? Жарайды. Ақнұр, сен айтшы тұрып өзің. Не айта аласың? 4-ші сынып пен 5-ші сыныптағы не? Айта ғой. Бәріміз сөйлейік. Ағылшыннан неге көп қиналасың? Мұғалімге сөз бермейміз, оқи алмай қаламыз. Әріптерін оқу білеміз, бірақ жаттау кішкене қиындау. Сен үйде соны түсінбейсің ба? Сонда бізге бір жағынан кедергі не болып тұр балалар өзімізде? Яғни үйде берілген тапсырма жалқаулық дейді, тағы еріншектік дейді, тағы не айта аласыңдар? Новый программаларды түсінбей өзіміз тез саламыз, бәрін білеміз деп отырасың ғой, түсінбей қаласың, соны қою керек. Бәсеңге тыңдап алу керек. Жарайды. Назгүл, неге үндемей отырсың? Сенде қандай қиындықтар бар? Бақылау жұмысынан қиын бағалау. Ал енді бір тағы сұрағым сендерге. Осы қиындықтарды жеңуге бола ма? Иә. Ал қалай жеңеміз? Тыңдау керек. Біліммен. Бір сөзде сұрайын. Қалай жеңуге болады? Мұғалімді көп тыңдап, кітап үйде көп оқу. Бір сөз тағы. Не болса да өздері осы қиындықты жеңу үшін. Білім керек. Құнанбай. Қиындықтан үшін. Сен не айтасың? Көп оқу керек. Назира қазір. Көп оқу еңбектену керек. Еңбектену керек. Тақырып түсіну керек. Мақсат қою керек дейді. Үйде өзіміз дайындалып бәрін
Үйде дайындық керек дейді. Айнұр. Мұғалімдерді тыңдау керек, есепті шығару. Мұғалімді бірінші отырып тыңдай білу керек. Мұғалімді тыңдау керек. Жарайды. Мұғалімді тыңдасам сабақты түсіне алады. Яғни тыныштық керек, иә? Ербол. Мұғалімді есту керек. Дұрыс ести білу керек, яғни зейін салуымыз керек, иә? Ал Жиһангер. Ерінбеу керек. Ерінбеу керек. Сабақты жасау үшін жалқаулық тыңдаймыз. Жалқаулық тастау керек. Сабақты мұғалім айтқанын тыңдап, үйге берген тапсырмаларды оқып, кітаптарды көп оқу керек. Бос кезде. Әр жаңа тақырыпты өткенде оны іліп алу керек. Енді бір сұрақ. Біз кітап көп оқимыз ба? Сендер. Мына кітаптардан өздеріңнің берілген кітаптан басқа. Мектепте ғана өткенде жалқаулық оқып. Жарайды, өзіміз ойнап отырмыз, иә, расында да. Кітапханадан алып кітап оқу керек. Біз өзіміздің ойымызды санамызды әрі қарай дамыту үшін мына берілген мына күнделікті кітаптар емес, пәндік. Яғни басқа да кітаптарымызды оқуымыз керек. Жарай ма? Рахмет сендерге. Бос